Assalamu alaikum. Mына İzmir'den продуктовый базарына кирдик. Мындан карагыла. Кургатылган помидор, баклажан, болгарский перестен бардыгын кургатат экен. Не болсо бардыгын кургатып, ушуну тамак ашка пайдаланышат экен, бардыгын. Бул жерде кондитерский. Мен фисташка отургузалы деп кайра айтып аткан себеби мына фисташканы мына ушул пахлавага иштетет да. Тыным жок, пахлавага кетет. Фисташка, жаңгак, бадам бардыгы акча болот. Мына эми бул жерде алманы карагыла. Гренни Смит деген алма мына. Мына жаңгактын түрлөрү. Ceviz деп коет жаңгакты. Мына фундук, мына. Фундуктун 1 килосы 50 лира канча болот? 50 лира отура көрсөтсүз. 3 сом, а? Мына жаңгак 360 сом экен жаңгак. Мына каштан 50 экен, бул 50 экен. Бир демелерди эле жасай беришет. Өздөрүнүн производствосу өтө күчтүү да. Томат, самат бул мына болсо бардыгы халвага окшогон бир нерселер. Самын ата, натуральный самын. Не, бул самынбы? Мен халва деп ойлоп атпаймынбы? Натуральный самындан бери өздөрү жасайт экен. Мына болсо бул нелер? Мына болсо дагы бир магазин экен да, полностью өздөрүнүн производствосу, жалаң. Нелерди гана жасабайт. Мына вареньяларын кара, варенья түрү менен. Балдар, вареньялар, пряностер. Жалаң өзүнүкү да бул, Түркияныкы. Түркиянын өндүрүшү. 138 senelik helvacı. 138 жылдан бери. Evet. 138 yıldan beri işteyiz. 138 жылдан бери. Ошондо 1885 жылдан бери ушундай таттуу менен заниматься этет экен да. Мына ошондой пекмездер. Жүзүмдүн пекмези. Мына ушулардын баардыгын биз деле жазсак болот да. Мына карагыла, кургатылган бар жокту. Кургатып, жазап. Мына өздөрүнүн макарондору, жаңгак, бадамдын чоң бадамдарды көрдүңөрбү? Мында турат. Өрүк, мына. Кургатылган өрүк. Мына. Мына өрүктү башкача кылып кургатышат. Мына инжир кургатылган. Мына курма, кургатылган курма. Упаковка алып, мына. Мына. Эң арзаны мына, эмне? Апельсин. Апельсин. Мына болсо эмелери. Олива. Зайтун дарактын мөмөлөрүн бардыгын туздап коюшкан. Түрү менен. Маринованный, туздалган ар кандай. Мына болсо ечкинин сырлары мыналар. Быштактар. Түрү менен мына. Туздалган быштак, мындай болгон сууда ар кандай быштактар да. Мына. Быштак. Мына ушулардын бардыгын биз жасай алабыз. Биз да жасай алабыз. Ушулардын баары биздин колдон келет. Биздин да колдон келет ушулардын бардыгы. Анын үчүн деген мына айыл чарба министрлиги уктабай иштеш керек да. Кыймылдаш керек, сунуш бериш керек. Колуңан келбейби? Анда местаны бошотуп бер, иштей турган адамдар келип иштесин. Колуңан келбейби? Кармаба. Балык. 2000 көлүбүз бар биздин. 2000 көлүбүз бар. Ошолордун ичин полностью балык кылып салсак болот. Түрү менен.
Mına şipovnik, qaraqat. Bizde şipovnik жоқ bu, bizde qaraqat жоқ bu. Bizde бар жоқ бар, alhamdulillah. Пряности, бардық түрі менен. Қалемпір, гейгот, бардығын. Мына бурчақтар. Мына бізден фасоль. Мына бізден Қырғызстандан фасоль келеді. Мына болса дағы бір сулуу, арпа сулуу. Бардығын эле бұлар жей береді екен. Getir o zaman biz yiyelim. Мына лоя, соя. Мына болса чечевица. 35 екен мына. Фасольдің 1 килограмм. 38 екен ондан да. Мына пияз, кішінекей пияз. Не ғана қылса болбойт, бар жоқ бар. Мына берді. Не? Жүрегің емне қаласа бар. Мына пряниктен түрлері, соустар. Мына балық. Қалаған балығың бар. Мына çöp, söp, ет. Еш нәрсе қойбой, жей дегенде бұларда. Мына қызылша жоқ bu. Же бадырың жоқ bu бізде, же капуста жоқ bu. Же қалемпір, же мынандай майда бадырың жоқ bu бізде. Мына бар жоқ. Бар жоқты бүшіріп, бар жоқты. Бар жоқты өзіміз жазап, өзіміз жесек болады. Мына балықтың түрлерін қарағыла. Қалаған балығың бар. Помидор. Картошка. Пияздың түрлері менен. Баклажан. Мына Турция. 20 тілі. 120 сом болады. 20 тілі. Bir тілісі ушундай эсептегиле, bir тілісі 6 сом. 6 сомго көбөйтөсүңөр bir тілini. Мына 22. 138 сом екен. Помидор 12 тілі 72 сом. Картошка. Картошка 6 7 тілі екен. Мынандай майда чүйдө бирдемелер толтура экен. Сонун бардыгын биз өзүбүз колубуз менен отургузуп иштетсек болот. Мына алма 6 тілі, 6 жерде 6 36. 6 жерде 6 36. Мына мени урушасыңар, эмне бар жокто алма кылдырып атасың. Биз дагы мына 6 тілі 36 сомдон биз деле сата беребиз. Мына анар 8 тілі. Мына кичинекей алмалар. Мынаны кара. Мына груш. Мына эшме деген сорту бар. Мына лимон 5 тілі 30 сом екен. Мына помидор 60 сом екен помидор. Мындай арзанчылык. Ушулардын бардыгын биз дагы өзүбүз жасап алсак болот. Башка бирөөлөргө зарыгып не кыласың, кыргызым? Жерден чыга турган, жерден өсүп чыга турган тамак ашка сен бирөөгө зарыгып, же бир вопрос чыгып калса международный, же ба дей албайсың, же а дей албайсың. Оозуң ачып отурасың. Мына жүзүм, султан жүзүм деген ушул. Болса керек. Сортunu сұрачы? Yüzüm nasıl yüzüm? Başkadan istersen. Güzel değil. O adı ne? Yüzüm biliyorum, adı ne adı? Parası. Hayır, adı. Sultan yüzüm. Sultan yüzüm mü? Sultan yüzüm ben. Yaktayla bilip atamam. Sultan yüzüm de. Kançadan bu? Fiyat. Fiyatı ne kadar? 30.
180 сом болып қалам. Біздің сомға 180 сом. Жүзім қымбатырақ екен бірақ. Нерде дағы бар екен? Жерден шыға тұрған нәрсе зарығыстың керегі жоқ та. Емне керегі бар? Жерден шыға тұрған нәрсеге зарығы. Тұрау? Абылайхан, ona 2 апельсин, 2 алма, 2 груша тарттырған ле? Мақұл? Жеп көрелі. Бұлардың немес. Анан балап, bir шингел жүзімді қалған. Ақ жүзім. Жоқ, тұр жүзімді басқа жерден аламыз. Hoş geldiniz. Portakal. Ne ona salva da ona. Жерден өсіп шыға тұрған ұжыл тамақтарға басқа біреуге зарыққандың еш қажеті жоқ та. 3,5 миллион гектар жерің бар, қырғыз. Осыны отырғызып 3,5 миллион гектар жерің іштетсең, еш кімге зарықпай қаласың. Еш кімге зарықпай қаласың. Еш кімнің көзін қарабай қаласың. Дүниелік аренадағы тілің бар болады, сөйлейсің. Еш кімнен қорықпайсың. 90 сом екен. Kiwi 90 сом екен. Бұл 60 сом екен. Бұл 30 сом екен. Ең арзаны апельсин екен, ең арзаны апельсин. Бекер екен. Да. Өте жақсы. Hava yağmurlu. Uzatma, hava yağmurlu olur. Mına туғандар. Hazır bunu Tezkavar. Aleyküm assalam. Tezkavar kanalına salağız. Elim деген. Ошоға салабыз, жерден көресіздер. Ассаламу алейкум.